Етimiz mine qurilyaptir. Sarg'aygancha o'zining suvun boyundan ayırgancha qura beremiz ya. Darday pishqanga дейін aybetlep unday qattiq o'tda emas, qaltiq o'tda pishiramiz. Endi mine sarg'ayib pishdi etimiz. So'sin piyazimizni salib, piyazimiz sarg'aygancha qurib olamiz. Piyaz bilan etni darday qurab süremiz. Piyazimiz sarg'aygancha qura beremiz. Mine qurulu üstünde әлі. Осы vaqtda bir qalaq tuzumuzni shay qasıqпенен, mына palaудың tuzu az болып қалмасын, татып саласыздар, күрішіңізге қарай. Мен жаңа кішкенечінен 2 күріш салдым ғой, соған қарай істеп отырмын. Қазір су теңсеген кезде және де тузын көресіздер. Енді ары қарай сәбізімізді салып, сәбізіміздің несі болғанша қуыра береміз. Сәбізді майда көп қуырған жақсы негізі. Енді міне сәбізіміз қуырылып болды. Енді осының үстіне мейізімізді, басқа да дәмдендіргіште, мысалы палауға арналған дәмдендіргіш, зіра сасаңыздар болады. Содан кейін суымызды құямыз. Үстіне, яғни мен 2 шыны, чай шыны мен 2 шыны неге? Күрішке 2-2 4 шыны құйдым. 4 шыны суымды құйып алдым. Енді осының бетін жауып, қайнауын күтеміз. Міне қайнап жатыр әзір. Тұзын көріп, дәлдеп, тұзы шығу керек. Күрішімізді осы аралықта салып, араластырмаймыз. Күрішті осы жерде араластырмай жайпақтаймыз. Бетінен жайпақтап, жан-жағына. Қалған күрішімізді салып, бетін жауып, күрішімізді чалап пісіріп аламыз. Жай ғана чалап пісірамыз. Су тартылғанша қайнаса болды. Міне біздің су тартылыпты. Енді осы кезде алып аламыз. Міне қараңыздар, су тартылып болды. Осыншалық тартылса болды.